Disclaimer. Жаман нәрсенің бәрі жаман, жақсы нәрсенің бәрі жақсы. Жақсы нәрсемен айналысайық. Вай! Қазығы? Көтеріп кеткен дейсің. Былай амандасайықшы. Ассалямуалейкум. Ойба, қол бергісі келмейді. Ассаламу. Не болды, братан? Не болды? Чайға сайғы. Отырайық. Кешегі хабарландыруды көрген шығарсыңдар. Иә, көрдік қой. Миллионер болып байып кетейін деп тұрмын. Сол үшін естіп алыңдар. Мен сияқты патолог өмір сүргілерің келсе, қазір мен кешегі ақшаның көріндіріп қанша тауып отқанымда, сол секілді ойшым болса ноутбук ұстап, тек қана мен артынан екеуіңді тартам. Сосын кейін сендер тағы екі адам тартасыңдар. Біз мынандай өзіміз пирамида құрамыз. Түсініп отырсыңдар ғой да теманы. Сөйтесіңдер да басында кіретін кезде кім қанша ақша салады, сонша ақша көтереді. Түсіндіңдер ғой да, мен алдында барған кезімде мен 100 мың теңге салғам, қазір мен 200 мың көтеріп отырмын. Тфай. Құдайға шүкір, жылдың соңына дейін мен Дубайға барғым келеді. Дубайға барамыз, бай боламыз, миллионер боламыз. Братан, как раз осындайды қаладым ғой, мен жатып үйде тек ақша тапқанды қаладым. Сау осы істейміз бұйырса. Братан, патолог комна, онда менде ақша көтерейін да, коттедж алайын. Мыналардың идеялары жақсы. Менің де идеям нормально. Мен папама бір машина сыйласам ба, ақша көтеріп. Жақсы ғой, жігіттер, Болды. Енді мен сендерге баюдың жолын көрсеттім, қалай баю керек екен. Үйде отырасыңдар, все, ақша өзімен өзі көбейе береді. Арттан только адам тартсаңдар болды. Давайте, енді мен бірақ бүйтейін деп тұрмын. Ноутбугымды, телефонымды, тағы да счетымда жатқан 200 мың теңгені қойып, ендігі айда 1 миллион теңге табыс көтерсем ба деп отырмын. Енді сендер ақшаны қайда табатындарыңды білмеймін. Так, ақшаларың бар ма өзі? Братан, бізде ақша жоқ қой. Так, телефоның бар ма сенің? Бар. Онда сен ломбардқа барып кел. Жақсы? Так. Менде де ақша жоқ қой. Сен онда ақшаны үйдегілерден сұра. Қайтып аламын мен үйдегілерден? Карточка бар ма? Карточка ма? Иә. Бар ғой карточка. Вот содан шеше тұр, кейін ертеңгісіне Все, братан, смело ғой. Мен не істеймін, братан? Сен енді достарың бар ма сенің? Смело, братан, звондаймын. Все, бәріне звондап, сен ақша тауып кел. Все, онда давайте. Так, осы үшеуін тартатын болсам, ол үшеуі тағы үшеуден тартатын болса, мен директор болам. Братан, ломбардқа барып кел. Ақша қайда? Ақша? Сен сонда не істедің сен сонда? Өзің айттың ғой, ломбардқа барып келдім. Сен қуады екенсің ғой. Барда телефон қойып кел бар. Все, бол солай демейсіз ба? Осыларды қалай өзіме тартып алуым керек? Братан, телефонды қойып келдім. Ай, молодец, мен саған сенгем ғой, сенгем. Ақшасын әкелемін. Қайдан ақша? Мен телефонды қойдым, келдім. Дең дұрыс па? Мен саған айттым ғой, ломбардқа барасың, телефоныңды қоясың, олар саған ақша береді. Сол ақшаны маған алып келесің. Солай айтпайсың ба? Мен қазір телефонды қойдым. Біреу алып кетпеген болса болды. Ой, кесапат. Кәлем таусылатын болды ғой. Телефон жоқ, ақша жоқ. Аналар қазір ақша тауып келеді. По-любому ақша табамын.
Ассалаумағалейкум, бауырым, қалайсың? Амансыңдар ма? Үй іші қалай, бала шаға? Сол жолда қалып кеткенмін ғой. 1-2 сом керек еді, бірақ сәл жетпей тұр еді таксиге. 1-2 тиын керек еді. Жолда қалып кетіп едім ғой. Қалай түседі, солай салам ғой, білесің ғой күнде. Сіз бізде сол салып тұрамыз ғой. Бала шаға памперске жетпей тұр еді ғой, сәл. Айлық қалай түседі, солай салып жіберемін ғой. Бля, братан, дым тиын жоқ па онда. Сен амандығың керек. Кет жазай, ол жоқ болды. Проблемасын айтып бер. Та-т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 а-ta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 -
картошка алып кел деп әкелдім ғой. Ей, картошка емес. Карточка дедім ғой саған. Мынадан ақша шықпай ма не, братан? Сен қуады екенсің ғой. Ей, кәдімгі мынандай 4-3 карточка болады. Соны барасың, банкоматтан ақша шешіп аласың үйіңдегілерден. Сосын ертең мына жақтан ақша байып атқанда орнына қойып қоясың, болды. Сондай карточка ма? Мен картошка деп жүрмін ғой. Ой, айтпайсың ба? Болды, братан. Бір қарап көрем қазір. Братан, ақша жоқ, ақша таба алмадым. Зайым ал. Боқтамашы, братан, өзі настроением жоқ, ешкім бермегенде маған беріп боқтап. Ей, саған ешкім боқтап атқан жоқ, зайым бар ғой, зайым. Соны аласың үшін. Болды емес пе, ақша бар сенде. Онсызда 1040 зайым бар. Күнде алып жатырмын. Онда битсе сен, мен саған ақылымды айтайын. Сен біреулердің удостоверениесін аласың, үйдесіне жай солардың атына зайымды фөк етіп аласың да, ертең родной деп орнына қойып бере саласың ғой. Давай. Дұрыс, я. Сөйтейін. Бір-екі таныс балалардан удостоверение сұрайын да зайым берген. Мына удостоверение жақсы болды, қазір тіркеп жіберейінші. Бекмаханов, Нұрболат, Мақсатұлы. Назар аудармайым жоқ. Қалтам тесік, бірақ мен байым. Қимылдама, қарама. Ақшаны бер тез маған. Не бауырым? Ақшаны бер маған тез. Бауырым, сабырға кел. Көп сөйлеме, ақшаны бер маған, срочно керек. Не үшін берем мен? Мен бала шағам бар. Ақшаны бер. Мұсылмансың ба? Мұсылман, мен орыспын. Ақшаны бер тез, көп сөйлеме. Қазір тоқта, сабырға кел. Көп сөйлеме, ақшаны бер. Қарама. Жақсы, қарама. Қарасаң атам. Назар аудармайым. Қалтам тесік, бірақ мен байым. Езудік бүлкі, бірақ ішімде уайым. Өзімді қоярға жер таппайым.